Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгінгі видеомда үй жағдайында орхидея гүлдерін қалай күтуге болатынымен бөлісе кетейін. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Нәзік орхидея гүлдері ыстық климатта кеңінен таралған және олар негізінен ылғалды жерлерді жақсы көреді. Дегенмен әлемде орхидеялардың көптеген түрлері бар және олар бір-біріне өте ерекшеленеді және көбінесе олардың бір отбасына жататынына сену қиын. Олардың кейбіреулері басқа өсімдіктермен және ағаштармен бірге өмір сүруге сәтті бейімделіп, олардың іс жүзінде паразит етеді. Ал басқалары қыңырлықпен өз бетімен өмір сүруді жалғастырады. Айтпақшы, әлемдегі ең қымбат гүлдердің көпшілігі орхидеяларға қатысты. Орхидея гүлі соңғы жылдары көп танылып, әр үйде сүйікті гүлдердің біріне айналды. Осынша болу себебі гүлі ашық түсті әрі ұзақ сақталады. Көп адам мұндай шатақ мінезді гүлді үй жағдайында өсіру мүмкін емес деп ойлайды. Алайда бұл гүл туралы мәліметпен алдын ала танысып, күтім жасау жолдарын біліп алса, үйде өсіру қиынға соқпайды. Бөлме орхидеясын қалай күтеміз? Бөлме орхидеясы гүлдеу үшін ең негізгі факторы жарық. Күн жарығы түсетін уақыт ұзақтығы 12-15 сағаттан кем болмауы тиіс. Сондықтан қыста шамның жарығын қолданған жөн. Жарық пен таза ауа қаншалықты көп болса, орхидея гүлі соншалықты жақсы өсіп жетіледі. Орхидеяны батыс және шығыс жақ терезеге қойыңыз. Орхидея гүліне жарық жетпесе, оның өсіп жетілуі баяулайды. Ал егер жарық тіп-тіке түссе, гүл жанып кетуі мүмкін. Орхидеяның қалыпты жапырақтарының түсі ашық жасыл немесе қызғылтау болып келеді. Ақ орхидея туралы аңыз. Ертеде Жуан есімді жас жігітке патшадан бұйрық келеді. Ол сарайды безендіруге оңтүстік Америка ормандарын шарлап, орхидеяның аса көркем экзотикалық түрін тауып әкелуге міндетті болды. Осылайша Жуан ұзақ әрі қауіпті сапарға аттанды. Арада біраз уақыт өткенде әбден шаршап шалдыққан жігіт бір ауылға жетіп жығылады. Ауыл тұрғындары оны кішкентай шіркеуге паналатып, қолдарынан келгенше қамқорлық жасайды. Жуан оянғанда шіркеу төбесіндегі кресте өсіп тұрған ақ орхидеяны көріп таңғалады. Ол прадерлерге гүлді бұған беруін өтінеді, бірақ дегеніне жете алмайды. Прадар болса жас жігіт өтініші не себепті орындай алмайтынын былай түсіндіреді. Қуаңшылық кезінде ауыл тұрғындары Тәңірге деген сенімін жоғалта бастайды. Дін қызметшісі тұрғындардың пұтқа табынушылығын қайтару үшін оларға харамға ең құнды затын алып келсе, жаңбыр жауатынын айтады. Ауыл адамдары пұтқа табынушылар алтерінен алынған керемет орхидея алып келіп, шіркеу крестіне бекітіп қояды. Содан кейін бірден жаңбыр жауады. Жауын тоқтаған кезде ауыл тұрғындары орхидея күлтесіндегі барлық бояуды жаңбыр жуып тастаған және оның енді аппақ гүлге айналғанын байқаған. Назарларыңызға рахмет.